Bizim egemenligimiz eskеріліп, тәуелсіз ұрпаққа етек-жеңіміз кеңейіп, атымыз алысқа жетіп жатқан шақта, бүгінгі күн сіздер үшін ойларыңызға тағы бір той қосылмақ. Шапқылап жүрген бүлдіршіндер, бүгінде бойларында жауапкершілік пайда болып, саналы азаматтық борыштарының алғашқы асуын аман-есен асып, бір жасқа тағы да есейіп отыр. Осы сөзімнің айғағы ретінде бүгін біз барлық ғылымның атасы, біздің болашағымыздың негізі әліппені бітіріп отырмыз. Біз өте қуаныштымыз, өйткені алғаш хат танытып, сауатымызды ашқан біздің жақын досымыз әліппемен қоштаспақпыз. Бойларыңыз тойға басып, балаларыңыз ата-ананың баласы емес, халықтың баласы болуға жазсын. Өзі оқып жататын халге жетті. Құтты болсын білімі балалардың. Ата-ана қуанып шаттанады. Оқыды деп баласы мақтанады. Алдарынан бұлардың көп шығыпты. Барлық маман мектептен аттанады. Көп уақытын ислам деген балам. Атам мен апамның қолғанаты болам. Aynen kına adamın, akıllısı ablamın, bir bilip esalatın, ben karakat boğamın. Tarasa bular dağadın, Nurislам nige bağlamın, bugün öldüreceğinde sırka belki salamın. Hava benim yesimim, Mikit benim besigim, ölüm bölüm ağuğa açtım onun yesigim. Men buam ata-ana sevgi, haqqu bu menjitim, minvan zirgi. Sımsağanda baratın, aytkan tesi avatın, asesi usuldarım, neden suğu boğamın. Muhammed esmim, haqqın esigin, bilim esigin. Adam boğan hatımda, anam tüyü. Kızdan çıkıp bilmende, onun bilim yakanda, ömrünün bilgide, ımtağını bilmesinde. Hürmetli ata-analar, ustazlar, rahmet sağan әліппе, atты ертеңгілімізге қош келдіңіз. Біздің қолымызға 9 сөз ұстап, бетін ашқан оқулығымыз әліппе. Бұл кітап бүкіл әлем дүниесінің алғашқы есігі, білімге бастайтын алғашқы соқпақ. Әліппе оқу мен жазуға үйрететін алғашқы оқу құралы. Дегенмен осы әліппе атауының қалай пайда болғанын балалардың бәрі біле бермейді. Бұл сөз тілімізге араб алфавитін әліппен кейінгі B әрпінің қосылып жазушының құралып, сауаттасу құралының атауына айналып кеткен. Адам баласы талай замандар бойы жинаған білімнің асыл қазынасына алға жол ашатын оқу құралы деп әліппені үлкен де кіші де қастерлейді. Okuda ozat olanın,
осының бәрін үйреткен кім? Мектеп мұғалім әліппе. Олай болса, бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырайық. Әліппе! 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 Сәлеметсіздер ме балалар? Сендерді мектептегі алғашқы жеңістермен құттықтаймын. Қазақ алфавитін толық меңгердіңдер, оқып, жазып үйрендіңдер. Менің беттерім сендерді тек қана сауаттылыққа ғана емес, сонымен қатар тату, тәртіпті, еңбексүйгіш оқушы болуға үйретті. Балалар, әліппе дұрыс айтады. Әліппе бізге тек қана оқып жазуды үйреткен жоқ, сонымен қатар ән айтуды, би билеуді үйретті, иә? Ендеше біз барлығымыз жай отырмай әліппеге өз өнерімізді көрсетейік. Ашыла келдім алдымнан ке, үндіге есігі соған собран ұлтымда әліппе бөлім бесігі. Әліппе дәмен, менің әліппем, сені қолға алып мен, есігін астын мектептің, ертеңгі сәле жарықпен. Сөйлі ол тей бітім, не бұл қызық сығады, тыңдай бетімен тұтып, тей біткен тақпақ сығады. Mamaға бізге мұғалім келеді. Көмектесіп береді. Мұғалім сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе дұрыс ол? Мұғалім сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Нұрisa неше болады? Бір қосы бір. Екі қосы екі. Төрт. Екі қосы үш. Бес. Бес қосы бес. 10. Бірмесе неше шығады? Ой, атыдым! Толмайды. Барлық адам барлық әріпті ардақтайды, қолдайды дегендей, біз сіздермен қазір әр әріптің өз сырын
жолына үңіліп көрсек. Ана тілі ертең, ана тілі ертең, өртегін, ана тілі ертең, қадірле ана тіліңді. Әдеп тартып білеңіз, әдеттен сөйлеп күлеңіз, әрқасан сыртауына әте сақал сөреңіз. Халқымыз біздің анамыз, халқымыз асыл панамыз, халыққа қызмет етеміз, халықтан қуат аламыз. Нақыл сөзін атамын, нақорындап батамын, нақты жұмыс атқарып, нағыз жігіт атамын. Ерлер аңса беркіндік, ер болуға бекіндік, ерсінсе бекарымның, отырамын жеркіндік. Сабыға жетем уатқа, сабысыз қала оятқа, сабуын ақыл туында, сабуды туын қуарпа. Талмастан алға баратын, талабын ұшар қанатын, табуы өнеге, талаппен үлгі алатын. Отанымыз анамыз, отан сүйген баламыз, оқыппен аламыз, отып болып жанамыз. Өткені өссін деп атам, өткешен болман деп апам, өсек айтпа деп әкем, өнер деп әжем. Балалар, сендер әр әріптің бағалы екенін біздің көзіміз тағы да жеткіздіңдер. Көп рахмет. Жақсы әнмен тәттігі құлақтан кіріп бойдалар деп Абай атамыз айтқандай кезекті биге берейік. Мен келгенімде көріп қатты қуанып қалдым. Енді сендерге батамды айтып берейін. Оқуда зейін болыңдар, еңбекке бейім болыңдар, кір шалмасын қабақта, ақ жол болсын қарақта. Күнделіктерің беске толсын, өнерлерің үстем болсын. Мына бір сыйлығым менен естілік ретінде бір
осы торты жеп көргем дүниеде қалар құр бағасыны шынымен баба тілі шын асыл. Ана тілін сүйіп оқимыз ба балалар? Ендеше ана тіліне арнап өз өнерімізді көрсетейік. Құрметті ана тілі, біз әліпбиде оқып үйренгенімізді сізден ары қарай дамытамыз. Сіздің біліміңізді қадір тұтамыз, құрметтейміз. Ана тілі біздің туған анамызды сыйлап, бағып қағамыз. Ана тілімізді сүйеміз, басымызды иеміз. Қандай фильмді шығарсам екен? Таптым, мектеп туралы. Тағы да екілік. Маңызды. Әкесі бұл тағы да екілік алады. Қалайын мам, екі алды. Тоқтатыңдар, мүшілі қадеміз дұрыс емес. Таптым, көңілді фильм. Тағы да екілік көңілді. Әкесі бұл тағы да екілік алады. Спорт болу керек. Әкесі бұл тағы да екілік алады. Екілік алды. Тоқтатыңдар, әсерлі болу керек. Екілік әсерлі. Анасы тағы да екілік. Әкесі тағы да екілік алады. Қалай екі алды. Майбол қайда, талап қайда. Тоқтатыңдар, Балетон істеп жатырмыз. ойбай, не істедім мен? Біз сіздермен алдымызда оқушыларымыз қандай деңгейден не үйренгенін сіздерге көрсетпекші. Балаларымыздың білімпаздығына куәгер болыңыздар. Кішкене шеңбер құрайық, бір-бірімізге лақтырамыз доп сияқты. Кім ұстап алады, кімге қандай сұрақ келеді, сол сұраққа жауап береді. Жақсы ма? Мектебім, аяулы мектебім, өзіңсің өмірдің көктемі. Нәр алып қолымды созамын, арманға көктегі.
кету үшін 2 сағат 30 минут қажет. Ал Қарағандыдан Астанаға қайту үшін 150 минут керек. Неге олай? Қай сөз әрдайым дұрыс болып есептелінеді? Қай сөз әрқашан дұрыс болып есептелінеді? Ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады. Ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады. Есіміңіз дұрыс. Жабық көзбен нені көруге болады? Халық өзін құспын деп айта ала ма? Қарапаттың мамасы. Жаңбыр 2 күн қатарынан жауы мүмкін бе? Жаңбыр 2 күн қатарынан жауы мүмкін бе? Алғаш рет сен көзімді аштың дей келе, әліппеге алғысымызды айта отырып, рахмет саған әліппе әнін қабылыңыздар қадірменен қабылыңыздар. Енді құрметті ата-аналар, бүгін балаларымыздың үлкен қадамы, бірінші қадамы құтты болсын. Ертең осылай болашақта ана тілін, қазақ тілін құрметтейтін азаматтар болсын. Қызық көрсетіп, сізге үлкен рахмет. Бақытнұр Шарипханова қандай дайындық? Ата-аналардың қолдауымен өте жақсы өтті деп ойлаймын. Келгендеріңізге рахмет. Осылай қолдап енді 11 классқа дейін. Диплом әліппе оқулығын аяқтағаны үшін құрметті Сәлкен Бекжан, сені бар ғылымның беташары, әліппені табысты аяқтауымен құттықтаймыз. Енді біз жаза білеміз, әріпті қосып әріпке риза болып саған жүреміз, сүйікті біздің әліппе. Сәлкен Бекжан марапатталады. Шағын сыйлық, копилка және мынандай магнит қалемдар балаларға менің атымнан.
видеоға түсіріп алам. Сапиева Жансұлу. Амангелді Қарақат. Чуть-чуть бұрыл бері қарай. Билялова Алуа. Алла, поверни сюда чуть. Давай. Андрей Умар. Омарым да қарай. Омарым да қарай. Болатұлы Дінмұхамед. Нұрболатұлы Нұрислам. Потом суд. Ислам да қарай. Сұраганов Дастан. Дастан да қарай. Жиналып отырмыз. Біздің балапандарымыз әліпби кітабын бітіріп, ана тіліне көшейін деп жатыр. Биіктен көріне